Сіздің денсаулығыңыз күніне тек 1 минутта өзгеру мүмкін екендігін елестетіп көріңізші. Таң қаларлық. Бірақ солай, біздің әрқайсымыз өз денемізге назар аудару арқылы өмірімізді едәуір ұзарта аламыз. Ал біздің жалпы әл-ауқатымызға тікелей әсер ететін элементтердің бірі ол өт болып табылады. Бауыр шығаратын ащы, жасыл, сары сұйықтық. Оның маңыздылығына қарамастан ол туралы өте аз адамдар ойлайды. Бірақ бұл біздің ағзамыздағы тағамды өңдеуге көмектеседі. Инфекциялардан қорғайды және метаболизмді қолдайды. Бірақ ол тым аз немесе керісінше тым көп болса не болады? Қарапайым күнделікті әдет сізді күрделі мәселелерден қалай сақтайды? Бірге қарастырып көрейік. Өттің маңыздылығы және оның жетіспеушілігі кезеңіндегі қауіптер. Бауырдың қызметі туралы ойлағанда өт жиі назардан тыс қалып жатады. Алайда оның ағзадағы рөлі ас қорыту үшін өте маңызды. Тамақ асқазанға енгеннен кейін өт бірден процеске еніп, майларды ыдыратуға, тұз қышқылының қалдықтарын бейтараптандыруға және патогендік бактерияларды жоюға көмектеседі. Арнайы клапандармен басқарылатын өттің дұрыс дозасы ерекше маңызды болады. Бұл сұйықтықтың жетіспеушілігі немесе артық болуы ас қорыту жүйесін қатты бұзуы мүмкін. Егер өт жеткіліксіз өндірілсе, тамақ дұрыс сіңірілмейді. Ол денсаулыққа байланысты проблемаларға келеді. Екінші жағынан артық өт тастарының пайда болуына және май алмасуының бұзылуына келуі мүмкін. Өттің тоқырауымен байланысты ауыр жағдайлардың бірі холестаз деп аталады. Бұл өттің өт жолдары арқылы қалыпты түрде жүре алмайтын жағдайы. Бұл оның бауыр тініне енуіне және осы органның бұзылуына келеді. Холестазбен ауыратын науқастарды бірнеше сағатқа созылатын іштің қатты ауырсынуы жиі кездеседі. Көбінесе олар өздерінің ауруларының себебі жедел жәрдем шақырғанға дейін бауырмен байланысты екендігін мүлдем білмей жатады. Холестаздың белгілеріне іштің оң жақ жоғарғы жақ бөлігіндегі ауырсыну ғана емес, сонымен қатар созылмалы шаршау, жағымсыз иіс, ащы сезім, терінің және көздің ақтығының сарғаюы, іш қату немесе диарея сияқты ас қорыту проблемалар жатады. Бұл жағдайда зәр мен нәжістің түсінің өзгеруі, тәбеттің төмендеуі, майлы тағамға төзбеушілік болуы мүмкін. Егер шаралар қабылданбаса, бұл белгілер ауыр асқынуларға да әкелуі мүмкін. Оған қатысты ең оңай жолы емдік гимнастика. Бұл өт тоқырауының алдын алуға және науқастың жағдайын жеңілдетуге көмектеседі. Велосипедтің ойдан шығарылған педальдарын шалқадан жатып тебу керек. Аяқпен қайшы жасау, іште жазып жүзуді имитациялау. Белге қолды қойып, отырып тұру. Орнында секіру және өкшеде отыру сияқты арнайы жаттығуларды орындау ұсынылады. Алайда жаттығуды бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек, әсіресе аурудың өршу кезеңінде. Холестаздың алдын алу және бауыр денсаулығын қолдау. Холестаз кез келген адамда болуы мүмкін, бірақ 40 жастан асқан ер адамдар оған ең сезімтал болып келеді. Бұл патологияның дамуын болдырмау үшін арнайы жаттығуларды, дұрыс тамақтануды, пайдалы шөптерді жеуді және жаман әдеттерден бас тартуды қамтитын салауатты өмір салтын ұстану қажет. Алдын алу шараларының негізгі мақсаты өттің қалыпты ағынын сақтау. Бұл тағамды дұрыс таңдау және қарапайым тамақтану ережелерін сақтау арқылы қол жеткізіледі. Мысалы, көптеген адамдар кофенің пайдасын бағаламайды, ал бұндай зерттеулер бауырдың қатерлі ісігінің даму қаупін 43%-ға төмендету мүмкін деп айтылып кеткен. Кофенің құрамындағы кофеин мен антиоксидант ағзадағы метаболикалық процестерді қалыпқа келтіруге және бауырдың жұмысын қолдауға көмектеседі. Сонымен қатар, К дәруменіне бай жасылдар қанның ұюына да оң әсер етеді. Олар ақжелкен, қырыққабат, брокколи, базилик және шпинат.
Олардың құрамындағы С дәрумені бауырдың жасушаларын зақымданудан қорғайды. Сұлы жармасы сияқты өнімдермен ботқалар клетчатканың болуына байланысты ас қорыту жүйесіне де пайдалы болып келеді. Дегенмен сақтық шараларды сақтау маңызды, себебі мұндай жармалар майға да айналуы мүмкін. Сондықтан көмірсулардың артық тұтынуын болдырмау үшін жалпы диетаның 4-тен 1-нен аспау керек. Куркума, қызыл бұрыш және зімбір сияқты дәмдеуіштер тағамның дәмін жақсартады және бауырдың денсаулығын сақтайды. Мысалы, куркума тағамдарға алтын рең береді және сонымен бірге амин қышқылдардың, лизиннің, омега-3 май қышқылдардың арқасында барлық мүшелерге емдік әсер етеді. Алайда сарымсақтар сияқты кейбір дәмдеуіштерді абайлап тұтыну керек. Өйткені олар бауырдың жұмысына кері әсер етуі мүмкін. Ал қызылша мен қызылша шырыны бауырға жағымды әсер етеді. Оның құрамындағы никотин қышқылы мен дәрумендердің арқасында зиянды заттардан қорғайды. Қызылша денені жақсартуға көмектеседі, қабыну процестерін жеңілдетеді және токсиндерді кетіреді. Бауырды тазартуға арналған қызылшаға негізделген көптеген халықтық рецепттер бар. Мысалы, зәйтүн майы қосылған қайнатылған қызылша салаты немесе қызылша шырыны бауырдың денсаулығын сақтау үшін пайдалы. Сондай-ақ бауырға пайдалы тағамдардың ішінде мыналарды атап өтуге болады. Майсыз балық, сүзбе, зәйтүн майы, зығыр және чия тұқымдары. Бұл тағамдар өт ағынын сақтауға және өт тастарының пайда болуына жол бермейді. Алайда жағымсыз салдарды болдырмау үшін фастфуд, кондитерлік өнімдер, алкоголь және қызыл етті тұтынуды алып тастау немесе айтарлықтай шектеу керек. Бұл тағамдар бауырда майдың жиналуына және оның жұмысының бұзылуына ықпал етуі мүмкін. Бауыр денсаулығына пайдалы шөптер. Бауырдың денсаулығын сақтауда таптырмас көмекші болып табылатын шөптен жасалған дәрумендер де маңызды рөл атқарады. Бауырды халықтық рецепттермен тазарту қол жетімділігімен, қарапайымдылығымен, сондай-ақ жоғары тиімділігімен ерекшеленеді. Мысалы, бауыр жиынтықтары кез келген дәріханаларда оңай сатып алуға болады. Біріншісі зверобой шөбі. Ол қабынуға қарсы қасиеттермен танымал. Құрамында майы көп тағамды жегеннен кейін қабылдау ұсынылады. Өйткені ол өт шығаруды және ас қорыту процесін жеңілдетеді. Екіншісі одуванчик шөбі. Ол темір, фолий қышқылы, магний және барлық В топтарының дәрумендері сияқты пайдалы заттардың бай құрамына байланысты халықтық медицинада ең көп сұранысқа ие шөптердің бірі болып табылады. Бұл өт тастарының пайда болуын болдырмауға және холестеринді төмендетуге көмектеседі. Үшіншісі аскөк тұқымы. Олар сондай-ақ флавоноидтардың, дәрумендердің, минералдардың және амин қышқылдардың құрамын байланысты өт қабының жұмысын белсендіретін бауырды жұмсақ тазартудың пайдалы өнімі болып табылады. Оң нәтижеге қол жеткізу үшін күніне 3 рет жарты кесе аскөк суының қайнатпасын қабылдау ұсынылады. Төртіншісі артишок. Оның бай құрамына байланысты ол бауырға да пайдалы. Оның құрамында клетчатка, антиоксиданттар, минералдар мен дәрумендер көп. Артишок негізінде өт қабын емдеу үшін қолданылатын әйгілі француздық фитол препараты шығарылды. Бесіншісі расторопша. Бауырдың денсаулығын сақтаудың тағы бір тиімді шөбі болып табылады. Осы өсімдікке негізделген препараттар дәрумендер мен минералдардың болуына байланысты метаболизмді жақсартуға және ағзадан токсиндерді кетіруге көмектеседі. Расторопша әсіресе өт қабының проблемалары үшін пайдалы және препараттың дозасы науқастың жасы мен денсаулық жағдайын ескере отырып есептеу қажет. Мысалы, бауырдың алкогольмен немесе дәрі-дәрмекпен улану кезінде жарты литр суға 30 грамм шөптен дайындалған тұнбаны қабылдау ұсынылады. Қайнатпаны қайнатып, одан кейін салқындатып, күн сайын 10 күн ішінде қабылдау қажет. Алдын алу шаралары.
Бауырдың қалыпты жұмыс істеуі және холестаз сияқты проблемаларды болдырмау үшін бірнеше қарапайым ережелерді сақтау маңызды. Бауырды шамадан тыс жүктейтін және өттің қалыпты ағуына кедергі келтіретін майлы, ащы және консервіленген тағамдарды шығарып тастау керек. Күніне кемінде 2 литр газдалмаған су ішіп режим сақтау керек. Сонымен қатар, денені дәрумендер мен антиоксиданттармен қанықтыратын жаңа сығылған көкөністер мен жеміс шырындарын тұтыну қажет. Және де салмақты бақылауға ерекше назар аудару керек. Ал артық салмақ бауырдың майлы дистрофиясының дамуына ықпал етуі мүмкін. Бұл оның функцияларының бұзылуына келеді. Дегенмен, егер сізде бауыр проблемалары болса, диетадағы кез келген өзгерістер, шөптерді қабылдау және жаттығуларды таңдау емдейтін дәрігермен келісу керек екендігін есте ұстаған жөн. Мысалы, ірі өт тастары болған кезде оларды алып тастау үшін хирургиялық араласу қажет болуы мүмкін. Есіңізде болсын, алдын алу әрдайым емдеуден гөрі жақсы. Және қарапайым ережелерді сақтау сізге осы маңызды органға қатысты күрделі мәселелерден аулақ болуға көмектеседі. Құрметті көрермендер, бүгінге шығарылым осымен аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендерге, сондай-ақ каналға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Әрқашан ең пайдалы ақпараттардан хабардар болу үшін каналдан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.